Меременжес достар, мен қазір Албаниядам, астанасы Тирана қаласында. Адам жанлы 7 теңге. Бағасы 7 евро. Албанияға қош келдік. Астанасы Тиранадам. Құдай қаласа қазір үстелге қарай жол тартады. Автобустан түстім. Бағасы 4 евро. Қаланың ортасына, аэропорттан қаланың ортасына дейін. Мен қазір Албаниядам, астанасы Тирана қаласында. Және мен артына тұрған Албанияның туы. Албания Европаның кедей мемлекеттерінің бірі. Бірақ соған қарамастан Албанияда не деген туристер қараңыздар. Айнала шетте жүрген мына кісілердің барлығы туристер. Әрине оның бірінші жағдай ол Европаға жақын орналасуы. Жақын жерден Европадан туристер көп келеді. И одан кейін екінші жағдай бұл жаққа самолеттар, авиарейстер өте арзан бағада істеп қойған. Мысалға кеше Римнен осы Тиранаға билеттің бағасы 7,5 теңге болды. 15 евро. Бүгін мен саяхаттың 15-ші күні. Кеше Шенген уақыты бітті. Сонымен Шенген елдерден шығуым керек болды. Осындай жағдайды Грузияда көрдім. Албанияда да сондай екен. Бұлар енді Европада орналасқаннан кейін Евросоюз соларға кіргілері келіп жүр. Өздерінің туларын қасына Евросоюздың тулары тұр. Мына мүсін Скандерберг мүсіні. Бұл кісі кезінде 15-ші ғасырда Осман империясына қарсы соғысып, халық қаһарманы атанған. Сол кездегі Албанияның тәуелсіздігі үшін османдармен соғысқан. Осы қазіргі мен тұрған почта соның атымен аталады. Скандерберг, почта Скандерберг деп. Скандерберг деген сөз негізінде Искандер деген сөзден шыққан. Искандер деген ол жаңағы Александр Македонскийден Александрдан шыққан. Тиранадағы основной көретін нәрселер осы почтаның айнала шетінде орналасқан. Соның біреуі осы мешіт. Кезінде Осман империясынан бері тұрған мешіт. Соның ар жағындағы сағат және де Скандерберг мүсіні. Осы барлығы бір почта орналасқан, Скандерберг деген почта орналасқан. Албанияның көбінесе осы суреті бәріне атақты. Мына мешіттің тарихы 300 жылдан асады екен. Бұл кезіндегі Осман империясының Албанияға жасаған сыйлықтары. Әрине, Осман империясының ылғалы Албанияға өте көп болған. Бұлар 1900 жылға дейін осы Осман империясының қол астында болған. Соның ылғалының әсерінен жартысынан көбі Албанияда мұсылмандар. Албанияның тамақтары түріктерінкіне ұқсайды. Осы тамақ бағасы 4,5 теңге болды. Өте дәмді. Қаланың ішінде ары-бері жүру үшін автобус қолданылады екен. Бағасы 40 лек, курс 5-ке көбейтесіз примерно. Сонда 2-3 теңге проезд. Тиранадағы атақты жерлердің бірі осы фуникулер екен. Бағасы 7 теңге бір адамға түсіп шығу. Қазір көреміз қандай көріністер ашылатын. Жоғарға көтеріп баратыр.
қалаға осындай керемет көрініс ашылады екен. Төменде тұр қала. Тирана қаласы. Жоғары жақта осындай қонақ үй бар екен. Рахатшар салқын ауада жоғарыда. Жоғары жақ жақсы істеп қойған екен. Әртүрлі развлечение нәрсе бар жақта, мысалға тир бар. Әр жерде осындай табличкалар тұр. Қай жерде не бар екен. Албания ыстық тау екен. Тауға шығып бір салқындап алдық. Тауда салқын самал жел ұрып тұр. Так, бункерге билеттің бағасы 7 евро. Примерно шарым теңге. Кіретін жері мына жер екен. Қазір ішін көріп шығамыз. Албанияда 700 мыңға жуық бункер болған екен. Мынау бунк арт деген бір деп тұрған. Сол ең үлкені кезінде 40 жылдан аса жаңағы билікте тұрған адам соның өзінің жеке бункері болған. Өтіп баратса мына тұр адам жанын алды. Мынандай бетоннан көрінбей тұрған ғой. Бункерге кіре беріс жер. Есіктердің қалыңдығын ең мықты бір бункер болған. Ядерный бомбаға төсіп берген. Кіргеннен уже атмосферасы жақсы емес. Мына бөлме жаңағы диктатор Энвер Ходжа дегеннің бөлмесі болған. Қызыл не тасып қойыпты. He's got a gigantic bathroom though. Жеке спальный кабинет. Мынау бункердің ішіндегі актовый зал. Үстерінде де орын жасалған екен. Әр жерде бөлмелерді осылай істеп қойған. Сол кездегі стильдегі. Әлде иістің өзі сол ескі уақытты еске салып жатыр. Қандай басқаша иіс. Телевизордың өзін қарасаңыз қосып қойған. Отыз 40 жыл артқа кетіп қалғандай болдық. Мынандай ыдыстар серварда тұрады. Бункердің іші енді тарихқа толып тұр. Іші суық болғанда салқын. Кәдімгі ана ішіндегі нәрселерді көріп денең түршіп кетеді. 3,5 теңгеге, бірақ зор. Бір кіріп көргенге тұратын нәрсе. Бункерге баратын жолдың өзі осындай атмосферный. Албанияда мен негізі 2 күн болам. Бүгін бірінші күнім бітті. Құдай қаласа ертең кешке ары қарай жолға шығып кетем.